Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип Dribble'дан, қателеспесем, бұны неден көрдім? Behance'тен көрдім. Осы логотипті жасаймыз, мына жерде қалай жасаған схемасы, защитный полясын белгілеп қойған. Осылай логотип жасаймыз. Мына жерден линияларды қойып аламыз. Линия қойып аламыз. Ctrl-G деп белгілейміз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де бай айналдырамыз. Мына жерден қойып аламыз. Alt кнопкасы ұстап тұрып осылай қоямыз. И осылай схема бойынша логотипін жасаймыз. Осылай осы екеуін алып аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де. Екеуін байына шетке қойып қоямыз. Осыны былай айналдырамыз. Пипеткімен цветін таңдаймыз. Осы жерде артқы фонын мына жерде круг қылып көрсетілген екен. Пипеткімен таңдаймыз. Осылай артына жібереміз. Осы екеуін белгілеп аламыз. Ctrl-G. Центр. Осы болды. Осымен логотип дайын болды. Егерде сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егерде логотип керек болса, маған жазыңыздар. Instagram, TikTok парақшам осы видеоның астында сілтеме бойынша, Құдай қаласа, сол жер қойып қоямын. Сол жерге тіркеліп, маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы сау болыңыздар.